Сегізінші тарау скиптер мен орыс сақтардың ұлы жиыны ешкім де тарап кетпесін деп және соғдияның не болып жатқанын сырттан бақылауға шешім қабылдады. Тамир қария өзінің қонысын яқсарттың жағасына қондырып оған көрші болып басқа князьдар мен гелоның жұртын тартып отырды. Осы жерден соғысқа жиналу жайлы барлық руларға бұйрық алған жаушылар жан-жаққа аттанып жатты. Бұрын соғдылардың тұтқынында болған жат жерліктер мен шүйіркелесе алатын екі скип өздерінің көз таныс сауда елдеріне Соғдиянаға жүріп кетті. Басқаларға көз қылу үшін сатамыз деп бір бума бұзаулар мен өгіз терілерін де өздерімен бірге ала кеткен. Олар көпестермен қос мүйіз жайлы не естісе шеткі қорғандарда тұрған сақтарда сауда жасаған болып келіп барлығын айту туралы келуге тиіс еді. Bir күннен соң қос мүйіз жайлы алғашқы хабар да келді. Оның жауынгерлері Наутек шаһарының жанында барлық елді мекендерді өртеп, барлық тұрғындары ең қымбат дүние мүліктерін алып, бас сауғалап тауға қашыпты. Бірақ қос мүйізді өз жауынгерлерін бастап, босқындарды қуып жетіп, оларды барлық байлығын тартып алып, өзара бөліске салған көрінеді. Қорқыныштан көздері атыздай болып, сол жақтан қашып келген көптеген адамдар қос мүйізді көргендіктерін басқа жауынгерлермен бірге ұрысқа кірген. Оның өзі семсеріне сілтегенде қашқындары сол иығына оң жамбасына дейін шауып түсіретін жарыса айтысты. Евандарға таудан тас лақтырған сарттардың арасында қоралайды көзге атқан бір мергеннің нысанаға қос мүйізді алып атқанда үш жебесінің темір құрсанған кеудесіне тиіп сынғанын, бірақ бір жебенің ащы тізесіне барып қадалғанын, одан әйелден туған барлық пенделер сияқты қызыл қанның саулап аққандығын, қос мүйіздің жүрелеп құлағанын айтты. Жүгіріп жетіп демеген жауынгерлер патшаларын сулыққа салып көтеріп алып кетіпті. Сол кезде жұрттың бәрі қос мүйіз ешқандай құдай емес, өздерінің Агурамазаданың ұрпағымыз деп есептесе де ажалдан қорқатын барлық парсы патшалары сияқты оның да өлгісі келмейді деп шешті. Соғды қамалдарының ұлы жиыны отырған төбенің басына қарай жаушылар үздіксіз алып келіп жатты. Сол жақ бетіне князь Тамирдің таңбасы басылған оқымысты қол жаушылар әкелген бұл қара орамалдардағы хабарларды бір жылдары бақытты бейбіт өмір кешкен Соғдиянада не болып жатқанын ұлы жиынның кеңесіне дауыстап оқып берді. Енді бұл ел қайғы құшағында шаң басқан жолдар қан тасиды. Көпестің қос мүйіздің Мараканданы ұрысыз алып, оның қақпаларын күзетшілерін шаһарға кіріп шыққандарын барлығынан кірақы алатындықтарын да жеткізді. Ақыры жаушылар қос мүйізді шолғыншыларды Күрешат шаһарының маңында қылаң берді деп хабарлады. Алыстан қою түтін будақтап елді мекендер өртеніп жатты. Бестің әскерлері қаруларын тастап жай диқандарға, кейін көпшілікке араласып кетіпті. Осият бастаған бір топ князьдар үйлі баранмен тауға қашыпты. Кейбіреулер масқаралық мен қуғындық ұрып қос мүйіздің алдына барған көрінеді. Осы күнгі скиптердің барлық қарауыл төбелерінде алаулап оттар жанды. Соғдияна көпестер жеткізген хабарларда тына қалды. Барлаушы сақтар шекарадағы қамалдардың бірінен соң біріне қап-қара қою түтін көтергендіктен бұлардың арттарына отқа оранған үйінділер ғана қалдырып келе жатқан явандар екендіктерін айтты. Даладан кенеттен пайда болған явандардың бір тобы сақтардың қарулы мұнарасына жақындап тоқтады да жез кенелерін күмпілдетіп белгі берді. Жазықпен олай-бұлай ойқастап шапқан салт-атты сақтар олармен бір қалыпты арақашықтықты ұстады. Бірақ явандардың арасында үшеуі бөлініп шығып асықпай скиптерге қарсы жүрді. Араларындағы біреуі сақ тілінде бұлардан қорықпауларын келіссөз жүргізу үшін оларды да 3 сарбаз жіберуін өтінді. Сақтардың арасында құла жирен мінген Кидірей мен тағы 2 адам бөлініп шықты. Олар бір-біріне 120 қадамдай жақындады да айқайлап сөйлесе бастады. Сендер кімсіңдер деп сұрады явандар. Біздер Азияның жеңімпазы патшасы Александрдың жауынгерлеріміз. Оның алдында барлықтарың жерге құлдық ұра жығылып басы июге тиіссіңдер. Біз жеңілу деген білмейтін сақ жұрты боламыз. Сендердің жеңілмейтін тек патшаларың ғана. Біздің арамызда жеңілуді білмейтіндер көп. Мұнда не істеп жүрсіңдер? Мына далада кесіртке мен шертке ғана бар ғой. Біз кесіртке сияқты кез келген жерде өмір сүре аламыз. Шерткеге ұқсап бір жерден екінші жерге ұшып көшеде білеміз. Жапыраққа біткенді жалмап жеп қоятын шегіртке сияқты қаптап қаласақ, сол yanada да жетіп басқалармен дәулетпен кептеліп толтырған қаптарыңды тартып алуға құдіретіміз жетеді. Өздерің бері жақындандаршы, кіммен тартып алатын көрейік. Сендерге не керек, мұнда неге келдіңдер деп айқайлады Кидірей. Терлік жауап
улап пісірген жылқы етін жеп ащы суымызды ішкілерің келген шығар. Ивандар сыбырласып содан кейін жауап қатты: көреміз әрине, біз де сендерді жақсы аспен сыйлағымыз келеді. Бірге отырып достық жөн-жұрқа жайлы әңгімелесейік. Басшыларың алға шығып есімін айтсын, біздің басшымыз да сендерге барады. Оның есімі Пенида, қолында патшаның бейнесі салынған жүзігі бар. Кидірей атының терлігін жерге жайып үстіне малдас құрып отырған соң қалған екі серігін оның атын жетектеп 40 қадам кейін шегінді. Сосын ол: келіңдер бері, деп ивандарды шақырды. Пенинді деп атаған адам мұның жанына келді. Үстіне мыс сауыт ивандарды дауыл қылса әлеміштелген шалбарының сарттардан сыпырып алынғанынан көрініп тұр. Асқабақ сияқты киіз қалпақ киген тілмәш парсы шалды жанына ерткен. Ол кілем құмыра қап арқалап келді. Кедірейдің қарсы алдына келіп Пенин кілемнің үстіне отырды. Желке тұсына тілмәш тұрды. Біздің шарабымыздың дәмін татқың келмей ме? Деді Пенида қолы тостаған құмыраның ішіндегісін құйып жатып. Менде иіс аңқыған жақсы алма да бар. Оның біздің батыр патшамыздың құдіретті қолының астында бағынғандықтарын бақыт деп есептеген соғды көбестері әкелген. Мен сенің шарабыңды ішер едім, деп жауап қатты Кидірей. Бірақ одан қайырымды соғды көбестері өртенген оттың иісі шықпай ма екен? Одан да қысырақтап ашқылтым саумалын ішке. Мынау ыстықты шөлімізді тез баспай ма? Биенің сүті үйренбеген біздің қарнымызға қауіпті емес пе? Деп қайта сұрады Пенида. Сөйтіп екеуі де Кидірей де Пенида әрқайсысы өз сусындарын ішті. Ең үлкен басшыларың қайда? Деп сұрады Пенида. Ол осында кез келген жерде, деп жауап қатты Кидірей. Сақпақ дүрлері жауға шабарда жер астынан шапшыға келеді. Сақ сарбаздары көп пе? Далада қанша құм төбе болса сонша. Мен сендерге патшаларының патшасы болып табылатын патшамыздың әмірін жеткізгелі келдім. Сендердің барлық князьдарыңа жеткізді дегенде оның рұқсатынсыз ешқандай скиф яхсаттың бергі жағына өтуші болмасын, деп бұйыруды тапсырды. Осының өздерінің патшалары жеткізесің бе? Бізде патша деген жоқ, рулардың ұлы жиыны бар, және жиын сенің сөзіңді бүгін ақ естиді, деді Кидірей. Ал сақтар өзеннен өте ме өтпей ме, оны мен түгіл заңғар көкте қалықтаған қыран деп білмейді. Орнына тұрған Пенида қолын жоғары көтерді. Айтқан сөзіңді ұмытпа, өзеннен өтуге әрекет жасаған пискектің барлығы жау деп есептеліп ұстап алсақ өлтіретінімізді тағы да ескертемін. Сендер де өзеннің екінші жағасына өтсеңдер сақ тұлпарларының тұяғының астында тапталатындарыңды естеріңе ұстаңдар, деп жауап берді Кидірей. Кері бұрылған Пенида өз жолдастарына қарай беттеді. Кілемді жинаған тілмәш оның ізінен ерді. Кездескен жерде қыш құмыра мен алмас салған қап қалды. Жетіп келген скифтер бұларды айналшықтап қарап, ивандардың зұлымдықтарын қорып, құмыраны сындырып, алмаларын шашып тастады. Жолда бірнеше атты алмастырып Кидірей руының ұлы жиыны отырған төбеге жеткен кезде осында сабылған екінші жаушы да келді. Ол ивандардың алдыңғы лектеріне яхсаттың жалауына жетіп, шекарада шаһар банкетті алған шаш шаһарына баратын үлкен керуен жолында өткелге ие болғандықтарын айтты. Жаушының байқауынша өз тобымен қос мүйізді сонда келген сияқты, себебі жай жауынгерлердің тері шатырларымен қатар кейбіреулері әрі үлкен әрі әдемі қызылалы әлеміш шатырлардың да құрылғанын жеткізді. Сонымен қатар ол алдыңғы лектерінің ізін баса жаяу атты әскерлердің көптеп келе бастағанын көріпті. Тамир және ұлы жиынның басқа да мүшелері, барлық сақ жасақтары Банкет шаһарының қарсы тұсындағы моғол тауларына жиналсын, деп бұйрық беріп, жан-жақтан жаушылар шаптырды. Скиф елшілері жиектегі биік алтын түстес нарқамыстардың арасынан шыға келген салт атты 20 скиф жарылып жатқан сортаң алаңды кесіп өтіп, қаздай тізіліп жайпақ белге көтерілді. Олар бұрыннан таныс бау-бақша бөлінген Банкет шаһарының шаң басқан сарғыш тоғылдарын алыстан көрінді. Өзеннің тар арнасымен қоқыс араласқан сарғыш лай су жөңкіле ағып барады. Көкжиекте басын мәңгі қар басқан үшкір шыңдар бұлдырлап көрінеді. Олар еңбектер, дақтар мен содылардың бітік-екістерін көп шай тізіле қалған, бірақ қаулаған биік жүгері сарғыш бидай, алма мен қалмырт өрік өскен, әрқашан тыныш рахатқа бөленген алқаптар мен бақтардың естілген өксік пен аңның ырылы дөмпіл мен шу не. Төбе басында тұрған скифтер айқайдан қайдан
шыққанын анық көрді. Жол үсті мен оның жан-жағына тура көкпеңдеп егістің үстінде жанұшыра жүгірген топ адамдар, ашық қызылды сарғыш киімді, қолдарынан сәбилерін көтерген әйелдер сүрініп жығылып, қауіп сезілген тұста жалтақ-жалтақ қарап, қалай болса солай бастары ауған жаққа қарай қашуда. 30 шамалы жат жерлік жауынгерлер найзаларын кезей ұстап шеп құрап қатар жүріп келеді. Алдарындағы қолдарына күрек, ара, балта ұстаған бір топ диқандар шегіне ұрыс салуда. Жандарына жақындағандарға кезек тас лақтырады. Түстері суық, қабақтары қатыл, жауынгерлер қадамдарын нық басып жақындай түсуде. Бұл тәртіп орнатып жатқан қос мезі патша ғой, деді атты скиптердің бірі. Қазір явандар қалай шайқасуды ұмытып кеткен. Мына өгіз сияқты бейбіт дихандарды қырып салады, ал балалар мен әйелдерді құлдыққа сату өздерінің лагерлеріне апарып қоймайтын болар. Бұл жерде біз қарайтын еш нәрсе жоқ, ары қарай кеттік, деп қолын бір сілтеген Тағанбек серіктерін ертіп төбеден түсті. Тапталған егістің жердің арасында тар жолға түскен олар шаһардың қорғанына қарай беттеді. Шаһардың жан-жағындағы жазықтық пен өзеннің жазығы неше түрлі шатылдары көрінбейді. Араларында арабтардың қара парсыларының ала түсті шатылдары да бар, бірақ көбісі өгіз терісінен жасалған қарақұрым аласа жертыраған шатылдар. Өзен жағасындағы биік төбенің басына тігілген бірнеше шатыр өзеннің көлемімен де ала-құста түстерімен де ерекше көзге түседі. Оның жанындағы ығы-жығы адам қатары кермеде тұрған сан сәйгүліктер, атылы жаяу жауынгерлер есілі-қарсылы ағылуда. Олардың арттарынан жалаңаш құлдар зыр жүгіреді. Көбісі отын артқан есектерді айдап, астық салған қаптарды арқалап теңдерді тасуда. Бірнеше македондық күзетшілер найзаларын айқастырып скифтердің жолдарын бөгеді. Атты скифтердің біреуі грек тілінде сөйледі. «Сен біздің тілімізді қайдан білесің?» деп сұрады жауынгерлер. «Мен Тарсанданмын, қылқиялықпын» деп жауап қатты атты адам. «Бұл жерде сақ князьдарының бірі Будакеннің құлы болып едім. Енді мына сақ халқының елшілеріне тілмашпын. Кімге не үшін келе жатырсыңдар? Патшаларыңды көргіміз келеді», деді сирақты биік арғымақ мінген сұлу жас скиф. «Сендер арттарынан түсіп, қаруларыңды қалдырып, жаяу баруларың керек», деп түсіндірді күзетші. «Қазір біліп келейік, біздің патшамыз сендермен сөйлесе қояр ма екен? Біздер сақ астымыздағы атымызбен қоса бір жанбыз», деп сабырмен сөз бастады жауырыны бүкірейген арық әрі кәрі скиф. «Сондықтан патшаларының шатыры тек атпен ғана бара аламыз. Егер қабыл алған келмесе, атың басын кері бұрып тек майдан даласында ғана кездесеміз». Өзара күбірлескен жауынгерлер ақыры бір келісімге келді. «Егер ат үстінде тұрып әңгімелесу дәстүрлеріңізде болса, онда бара беріңдер». Күзетшілердің біреуі қызылып шатырға қарай жүгірді де қалғандары скифтерді қоршап солармен бірге келе жатты. Елшілерге лайық сабырмен өздерін тәкаппар ұстап келе жатқанымен скифтер жан-жағындағыларды жіті бақылауда. Мына жерге қанша жасақ жиналғанын, сақтарға қарсы сұм явандар қандай күш шығара алатындығын іштей есептеді. Сонымен қатар олар жағалауда ұзын бойына қатар-қатар салдар тізілген, қолдарына дойыр ұстаған күзетшілердің қадағалауымен диқандардың бөренелер мен сырықтарды құрастырып байлап, местерді үрлеп, көп сараларды суға түсіріп жатқандарын да байқады. Үлкен күлгін шатырының алдына жеткенше елшілерді тоқтатты. Оның айналасында скифтердің де қарағанда 3 жетіге ұзын найза ұстап мұздай тем құрсанған күзетшілер қалт етпей тұр. Кең ақ жамылға оранған әскербасылар ара-бері өтіп жатыр. Аттарынан түскен скифтер шабруларын, шатырларын, қазықтарын өздері байлады. Даланың жүндес аттары пысқыранып, жандарға біреу жақындап кетсе тебуге дайындалып, құлақтарын жымитады. Шатырдан шашын қолданып бұйралған ашық түсті жеңсіз киім киіп, белін алтын кістемен буған ұзын бойлы сұлу яван шықты. Емші сарттың дүкені сияқты иісі аңқыған сол скифтермен сәлемдесті де шатырға кірулерін өтінді. Тілмаш оны Азия патшасының досы, әскери басы Гефестион деп таныстырды. Арасында біреуі қымбат парсы киім киген бірнеше яван әскербасылар ішке кірді. Бойшаң нубиялық қара құл үстіне зерлі мата төселген, аяқтарын қоладан жасалған құрастырмалы жорықтағын көтеріп әкелді. Парсыларша киінген адам таққа отырып қалғандар оның екі жағын қоршап тұра қалысты. «Отырыңдар», деді тілмаш Азия патшасының құлағы. «Сендерде шатырдың іргесін жалай кілемдегі жастықтың үстіне отыра қалған скифтер тақ үстіндегі адамның көздерін айырған жоқ. Міне қос мүйіз осындай екен ғой, рас па өзі?» Көп
нәрсені бейхабар көшпенділерді көркейтіп әрі жат жерліктер бас салар деп сақтанып, явандар оның орнына күзетшілердің бірін отырған жоқ па екен. Отырған адам жас, таза, қырынған, басқаларға қарағанда аласалау екен. Иығына төгілген ұзын жирен шашының арасында ешқандай мүйізінің орны білінбейді. Bir көзі екіншісіне қарағанда сәл мөлдірлеу де аздап қитығыңқырайды. Сұсты суық жанары отырған скиптерді шолып өтіп сықыриған көзіне қулығы мол сияқты көрінген Тамир қарияға біраз тоқтады. Патша тізесінен төмен шұбатылған гүлі алтын цветпен кестеленген күлгін түсті ұзын парсы көйлегін киген, былғары кісесіне парсы патшаларының белгісі жайылған сұңқар қанаттарының арасында доңғалақ салынған алтын тоға, кең қызыл шалбарының балығы парсының сақтиятын етігінің қонышына тыққан. Күллі Персияда ұрыс салып өткен жат жерлік патшаға таңқала ұзақ қараған. Скиптер біразға дейін үн қатқан жоқ. Сақ князі Мавактың үзеңгілес жолдастарымен Дарий патша ежелгі Персияны қорғауға көмек сұраған кезде олармен шайқасқаны бар. Алдымен Тамир қария сөз салды. Оның сөздерін қос мүйізінің жанында еңкейіп тұрған бойшаң былайғыларға естілер-естілмес ақырын дауыспен аударып тұр. Тізелерінде түскен ұзын көйлек киген екі хатшы қол көлемге дереу отыра қалып боялған ағаш тақталарын таяқшалармен осы әңгімелерді тез жазып ала бастады. Македонияның патшасы деп Тамир әңгімесін бастағанда жиналғандар тына қалысып тек хатшылардың қаламдарының сыбдыры ғана естілді. Егер ғаламды жаратушы Құдай сенің даңқұмар жан-дүниеңді сияқты денеңді де алып кетіп жаратса, мынау жарық дүниеге бір өзің сыймас едің. Онда сен бір қолыңмен шығысты құшақтап, екінші қолыңмен батысты қырмап, бұл да бәрібір аз көрініп, күн сайын жарқыраған күн барып бататын теңіз жаққа да ауысарың ауыр еді. Алдыңа күллі адамзат тізесін бүгіп болған соң ормандарға қарсы соғыс ашып, ызғарлы қармен буырқанған өзендерге долы дауылдарға, ақыр соңында тағы аңдарға да қарсы аттанар едің. Жиһангер бірінің үстіне бірін қойған аяқтарын алмастырып алға сәл еңкейіп қармақ сияқты эйіліп отырған Тамирге таңдана қарады. Қолымен тізесін сәл ғана қаққан кезде саусағында асыл тасты алтын жүзіктен көкпеңбек сәуле шарқылдады. Бұл Персияның патшасы Дарийдің саусағында болған патшаның өз қолымен өлтірген кезде бес суырып алған жүзік емес пе екен? Тамир әңгімесін жалғастыра берді. Скиптердің айлакер көсемінің сөз арнасын қай жаққа бұрарын ешкім де білмейтін. Македонияның патшасы алып ағаштардың ғасырлар бойы жасап, бір күні қатты дауыл соққанда шыбықтай сынып жерге сіңген түп тамырымен қопарылып құлайтынын білмейсің бе? Тасқа жем болған темір түлкіге асық болған арыстан да аз емес. Дүниеде әлсіздердің тісі батпайтын мықты зат жоқ. Орнынан ұшып тұрған жиһангер шеттеп барып бірнеше сөзді күбірледі. Ұзын тұра тілмәш дауысын көтере сөйледі. Азияның патшасы, сендер мұнда не мақсатпен келдіңдер? Оған ақыл үйретуге келген жоқсыңдар ма? Деп сұрайды. Өзіне ұмтылған иттің тұмсығын шап беріп тістесіп қатар қалуға дайырланған жүкізден сияқты Тамир да бір уыс болып жиырыла қалды. Македонияның патшасы, сенімен неміз кетпей таласамыз. Сенің отаның жерің біздің халқымыздың табаны ешқашан басып көрген жоқ. Кең даланың бейбіт тұрғындарына сенің кім екенін, біздің шекарамызды қайдан, не себептен келгенін сұрап білуге болмай ма? Тағы не білгің келеді? Деді қос мүйіз ерлі таққа қайтадан жайғасып жатып. Біздер сақтар өзімізге ешкімге жағынышты болғымыз, ешкімді бағындырғымыз да келмейді. Дала көшпенділері жайлы біліп қоюың үшін айтайын, біздер әр қайсымыз өгіздің қамыты мен жебенің найзамен ырзығымызды құяр тостағанды құдіретті көктің өзі берген. Көк не берген? Деді мұқият қырылған бетіне шәлкін күлкі жүгіріп өткен патша қайталап сұрады. Өгіздің қамыты мен жебен, найзамен тостаған деп мізбақтай қайталады Тамир. Бұлардың барлығы достарымызға да, дұшпандарымызға да ортақ. Достарымызбен қамыс киген, өгіздеріміздің еңбегі арқасында жомарт жер берген, өнімді бөлісіп құдайларымызға сыйынып, тостағандарымызға отқа май құямыз, жауларымызды алыстан жебемен, жақыннан найзамен жайратамыз. Персия мен Медияның патшасы Хурушан өзін осылайша талқандап тұлпарымызды тұяғы сонау Мысырға да жеткен. Сөзін аяқтап тым-тырыс тына қалған Тамирдің теке сақалынан діріл байқалып сақтанып отырды. Саусағында көгілдір сәуле шашқан жүзігі бар қолын созған Александр сол алыстағы Мысырдың өзінде құдайлар мені өздерінің мәңгі жасайтын ұлы деп таныды. Сендердің далаларының іргесінде тұрып Яхсарттың суын қалай ішті? Македондықтардың арғымақтары Ливияның ұлы өзені Нілдің шырынын татыған суын да осылайша сімірген. Осы өзеннен өтсең болды, біздің даламыздың қандай кең екендігін көзің жетеді, деді жас сұлу Скиф.
Ол біраздан бері әңгімеге араласқысы келіп жыбырлап отырған. «Тоқтат, Гелон, тек Тамирдің өзі ғана айтсын», деп сыбырлады оған жанында отырған көршісі. Тамир әңгімесін жалғастыра берді. «Біздің жеріміздің кеңдігі сондай, сенің қолыңнан оны жалап алу ешқандай келмейді. Күшіміз, кедейлігімізде сенің халықтардың дәулетін тонаған, сенің жасаған өзі талаған сиырды қолпаға сүйреткен жолбарыс сияқты орнына әрең қозғалады. Ешнәрсеге ие болғымыз келмейтін, ештеңеміз де жоқ. Ұшы-қиырсыз жазықтарымызды біздің үшін ең сәулетті бай-шақалардай, жеміс-жидекке тұнған бау-бақшаларында қадірлі қымбат жер әлі ыстық қанымен жуылып үлгермеген халықтар ғана өздері сенімнің белгісі ретінде найзаларын алмастырып сенімен адал дос болуға дайын». Тағы да сөзге Гелон араласа кетті. «Терезесі тең азат халықтардың араларында ғана берік достық жайлы келісім болуға тиіс. Ал терезесі тең деп біздер найзаларымызды өткір ұшын сынасын көрмеген елдерді айтамыз». Гефестионды ымдап шақырған Александр оның құлағына сыбыр етті. «Мына жас скифті кідірте тұрыңдар, оның өзі маған қызмет етуге ыңғай білдіріп отыр». Қатуланған патша сосын скифтерге қарап, «Бағындырған халықтармен менің есімімді құрметтеймен», деді. Басқаларға қарағанда жапон-алау киінген шетте отырған бір скиф жауапты өрескелдеу қайтарды. «Жеңгендердің барлығы дос деп есептеме. Құл мен иесінің арасында ешқандай достық жоқ, оның болуы мүмкін емес. Құлдық қамытын киген халық соғыссыз бейбіт уақыттың өзінде де оны сыпырып тастауға әрқашан дайын тұрады». Александр бет-аузы тыржиып, мөлдір көздері шақшиып кетті. Содан кейін орнынан тұрып, скифтерден бұрылып, өз көсемдерінің аузына қарап тына қалған. Жанындағы жолдастарына, «Мына тағылар құлдық ұрып аяғыма жығыла десе, маған ақыл айтуға келіпті. Соғдылар мен бактериялықтарын көтеріліске итермелеп жүрген осылар емес пе екен? Жауынгерлер қайықтарға отырсын, арғы жағаға, скифтер даласына өтеміз». Скифтерге бұрылып зымиянды күлген оның еріндері қисайып кетті. Скифтер қолдарының қаруларын ешқашан тастамайтын болса да, олардың арасында басқа тағы халықтарға қарағанда біршама ақылды, салауатты адамдар бар екенін көріп тұрмын. Бақытыма қарай тағдыры бастаған жолымда сендердің кеңестеріңді еске алуға тырысамын. Ақылға сыймайтын іске кірісе қоймаспын. Жиһангер қоршасу ғұрпымен қолын жоғары көтерді де шымылдықтың ар жағына кіріп кетті. Орнынан тұрған Тамирға ілескеннен басқа скифтерді сыртқа асық шықты. «Осы мезгіл тілмашы кім екенін білесің бе?» деп сұрады сақтардың бірі Тамирден. «Парсылар мен явандардың арасында Арбелде болған ұлы ұрысқа қатынасқан Мавактың сарбаздарының бірі шығар». «Иә, ол Будакеннің ұлы Сколот. Жатжерлік киім киген, қошқар жөніне ұқсатып шашын бұйралы явандарға өсірген. Будакеннің жанымызда болмағаны шүкір, тіпті патшаның отыруы да оған кедергі болмай опасыз ұлын өлтіріп жіберер еді. Жанында парсы тілмашы бар». Гефестион алтын түкті сұлу сәйгүлікке секіріп мінген Гелонның жанына келіп, «Азияның патшасы сенің аттыңды көргісі келеді. Біздерге бірге жиһангердің тұлпарлары байланған кермеге жүрмейсің бе?» деді. Орындарынан жайлап қозғала бастаған Тамирге қарап, «Гелон, мен сендерді қазір-ақ қуып жетемін», деп қуана айқайлады. Содан кейін ол тілмашқа бұрылып, «Мен патшаның жауынгерлеріне азыққа 10 мың қой айдап әкеле аламын. Бұл үшін қандай баға төленер екен?» деп сыбыр етті. «Моғол тауындағы ұрыс. Баһадүрлер, моғол айдаһарында жиналыңдар», деп барлық сақ жұртына ұран тастаған Тамир жан-жаққа жаушылар ата шаптырды. Барлықтарда моғол айдаһары дегеннің жалаңаш жазықтың ортасында семсермен тілгендей тар шатқалы бар қаратас жота екендігін жақсы білетін. Яқсарт өзені оны шотылардың Банкет қаласының тұсынан айналып өтіп, бекет табалықтардан екпіндей асып, бетпақ даланың шетімен әрі солтүстікке қарай жайбарға ағатын, әрі үлкен ұрысқа кіріп өзін сынап көрмеген жас сақтардың көкіректерін қарауыл төбелерді түнді жарып жарқыраған қызыл от көрінгенде желпінген ерекше бір қуаныш көрінетін. Олар асығыс ер тұрмандарын жамап, семсерлерін жанып, алдағы болғалы тұрған ұрыстан міндетті түрде темір сауытта үйінің еркенегінде іліп қоятын ябанның басында алып келетіндігіне ант беретін. Дала сапырылысып жатты. Қара құрттай қаптап келе жатқан, бұрын ешкім естімеген қос мүйізді адамдардың соңында тек қираған үйіндер ғана қалып, жер қурап, одан кейін күшеп шықпайды екен деген сыбыстар тарады. Кейбір көшпелілер табын малдарын солтүстікке қарай айдап алып кетсе, екіншілері оны Яқсарттың құяр жағасына туыстарына апарып, өздері әйел бала шағаларын арбаға отырғызып, ұрыстан соң мол олжаға кенелу үшін оңтүстікке моғол айдаһарына қарай тартты.
Арбаларында отырған кемпірлер өз шаңырақтарынан түтінін өшірмес үшін қыш шелектерді көмір шоғын қайта үрлеп қояды. Үстеріне киіз үй тіккен арбалар салдырлай теңселіп, қарағаштан жасалып, ауыр доңғалақтар сықырлап, айдаушылар ұлын сүңгілері мен түрткілегенде қос-қостан қатар жегілген алты өгіз шұбалта өкіре бастады. Моғол шатқалында тау бұлағының жағасында шуылдаған үлкен тобыр жиналған, өкшесіне дейін түскен ұзын көгілдір көйлек киген қыздар төбелерінің бастарын кезіп өткен жолға қу томарды теріп жүр. Бумаларын бастарына көтеріп ән салып теңселе басып келе жатқан олардың кеуделеріне қадаған күміс теңгелері мен шолпылары балықтың қабырға ұқсап күн нұрына шағылысып сылдыр қағады. Жеңілу дегенді білмейтін сақ баһадүрлері ұрысқа шақырған ұранды естіп кең даланың шартарабына жиналған шақта қыздар неге қорықсын, жазық далаға көтерілген шаңнан бұлт тұрды. Ат тұяғының дүбіріне ұласқан көңілді скиф сарбаздарының ысқырықтары мен айқайлары естіледі. Олар құйқылта шауып келе жатып найза серпісін ұрысқа дайындалуда. Жөнішек пен шошақ төбелері сұр қалпақ киген буанақ руының жаужүрек жігіттері алдыңғыларынан бірі болып жетті. Құйрықтарын қызыл қынамен бояған қаба жал бәкене аттарына түсе қалған. Олар мініп келген көліктерін тұсап оты қалың жерге жайылып қалдырды да өздері ән салып ысқырысып ах десіп тобырға қарай беттеді. Шекпендерінің оң жеңдеріне киме ұрысқа ыңғайлап, иықтарын жалаңаш ұстаған, белдіктеріне таққан мыс тостағандар қола-тоғаларына соғылады. Сыңғырлап тобырдағылардың бір жұтым қымыздарың жоқ па деп сұрайды. Біздер явандарды көрсетіңдер деп айқайлайды. Олар құрамсақтағы жебелеріміз зырқап, явандардың қампиған қарындарын қадалып тесуге асығуда. Арба үстіндегі аш үйдің есігінен басын қылтитқан қырық қырау көйлек киген ақ шашты жүзі күрсетті кемпір суланған көзін сығырайтып, бай бәріңді шеттерінен еткен батыр келесі жігіт етіңдер, қараша үйлеріңе оттарыңнан басы мен ошақтарының арқасына түгел аман оралар ма екенсіңдер, келіңдер, мен сендерге қымыз құяйын. Өжет жанарларын жарық дүниені көріп тұрғанда ішіп қалыңдар. Азат скифтер жаңа байрақтарын көтеріп келді. Олар алдында жез қоңыраулары бар табылды. Алдында өңгірткен құла жирен ат мінген Гитерей Будакин мен оның ажалға бас байлағандары қайда? Жақта явандардың не істеп жатқанын бақылауда. Гитерей дабылды құйрығын кескен әрі көк ат мінген шалға ұсынды. Белдігінде қорамсақтың орнына ішекті аспап ілген шал қалтыраған қолдарын созып дабылды қағып алды. Қараңдар, дабыл зағиптың қолында. Жаужүрек жігіттер ұрысқа соқыр шал бастамаса нетсін? Бұл саксофар біздің жырауымыз, ол ерлік дастандарын айтады. Өзен жаққа беттеген Гитерей үлкен жолдан тарап жатқан шатқалдардың бірінен Будакиннің ажалға бас байлағандарын ұшыратты. Бір сарбаздар тастың үстінде дем алып, екіншілері аттарын демдеп, тағы біреулер жартастар тамшылаған тау бұлағының суын жинауда. Үлкен бір тасты шынашақтап Будакин жамбастап жатыр. жанында су толып тұрған тостағаны. Атынан түскен Гитерей Будакиннің жанына барып біраз уақыт үнсіз отырды. Сақишілдерінен қос мүйіздің жанында скулатқа ұқсас тілмәш бозбаланы көргендері Гитерей естіген еді. Сақтардың ежелгі ғұрпы бойынша ұрыс кезінде әкесі сатын баласын іздеп тауып өз қолымен жазалауға тиіс болатын. Мына жаулар бұлттай түнерген Будакин осыған бел байлаған жоқ па екен? Сенің қолың жағада емес, неге бұл жерде тұр деп сұрады Гитерей. Ру басылардың кеңесі ажалға бас байлағандармен бірге осы жерде тосаулы отыруға бұйырды. Егер явандар осы жолмен өтетін болса, онда бүйірден тиісіп екіге жарамыз да бір жағымен ұрсамыз. Егер олар бері жаққа өтсе, кейін қайтып оралмас үшін салдар мен қайықтар байланған арқандарды қиып суға ағызып жіберу керек. Бұл Гелонға тапсырылған. Тамир қайда? Тамир інісі Сотыр екі өзен жағасындағы төбенің басында. Олар сақ сарбаздардың қай тұсқа қажеттігін бақылап күшті бөліп жіберіп отырады. Топырақты күрей ұстап орнынан тұрған Гитерей құла жиренге секіріп мінді де құмды явандар жаққа шашып жіберіп, явандар қарабет болып жеңілсін, күштері мына топырақтай тоз болсын деді. Скифтердің негізгі күші Ексарктың жағасына қашаннан өткел беретін тұсқа жинақталды. Бұл арадағы арна тар, қарсы жағада не болып жатқан көзге анық көрінетін қарауылы
қол мергендер тартқан садақ жебелер арғы жағаға жетіп жараланған аттар жұлқынып салдарды айдауға дайындалып жатқан содырлардың арасында да әбігер басталды. Жағалауы түгел шапқан салдар өте көп еді. Осында айдап әкелінген ондаған мың содырлар соларды жасап талай уақыт талмай жұмыс істеді. Күн ерекше жарқырап шыққан таңертеңгі ауаның тазалығы, аспанның ашықтығы сондай тіпті қызық үшін шаһардың тас қорғандарын көтерген сонау алыстағы құмарта жандарда анық көрінетін. Скифтер тұрған жағаға қарай бір сәтте атылған мыңдаған жебелер талай боздақтарды аттарынан ұшырып түсірді. Жағадан кейін серпілген көшпелілер төбелерінің бастарына шауып шықты. Бұл қос мүйіздің жағаны жаудан тазарту үшін көрсілдеп жарты найза бойында көк сүңгілерді қысқырта жаудырған лақтырғыш сақпандарда екен. Сол мезетте жауынгерлер тиелген сансыз салдар бергі бетке қарай лап қойысты. Биік қамыс қалқалғандары салдары жиектей айнала жүрелерінен отыр. Олардың ығынды садақшылар мен сақпаншылар түбі жайпақ кең қайықтарға мінген салты аттылар құлақтарына дейін суға батып пысқырынып жүзіп келе жатқан аттарының шылбырларынан мықтап ұстаған. Сұрытылайы сулы өзеннің қатты ағысы салдары шыр айналдырғанда жауынгерлер тәлтіректеп бір-бірлеріне жармасады. Суға құлағандар иірімге шым батып тұңғиыққа жыл табуда. Ескекшілердің тез ескендіктері сонша македондықтардың кейбір салдары оң жағалауға шыға бастады. Жиекке секіріп түскен явандар түсті бастарына су үлкен аттарына мініп бір-бірлеріне тізе қосып атты скифтерге тиісіп кетті. Сақпаншылардың домалақ тастары керемет күшпен лақтырғандықтары соншама сақтарының сауытсыз кеуделерін қаусатып тас текендері аттарынан ұшып түсіп, ал жаралылары қолдарынан тізгіндерін шығармай кең даламен құйғытып шауып бара жатқан аттарының артынан сүйретілуде. Ала қазандардың тобы сияқты 12 мың сал мен қайықтар қарсы жағаға өтіп дауыл жағаға секіріп түскен қос мүйіздің жауынгерлері қатар-қатар тұра қалысып тез сап түзеп тікеней үнімен жігерленіп тастақ беткеймен скифтерге қарсы жүгірді. Қолдарындағы жалпақ семсерлердің өткір жүздері күн нұрымен жалт-жұлт ойнап ажал отын шашатындай. Бірақ жаяу явандар аттарының жалына жабысып шатқалмен шегіне қашып ұлы жебелерін мүлт жібермей жауларына тартқан атты сақтарды қуып жете алатын емес. Жаралы жауынгерлер құлап саптап қалып қарғап-сілеп жүріп денелерінен жебелерді суырып түрлі-түсті шүберектен қан саулаған жараларын таңып сүйретіліп жағаға қайтадан оралады. Қызыл суылық жамылып мыс сауыттарды жалзылдаған қос мүйізді салт аттылар тез арада қатар түзеді. Екінші қатардағылар ұзын найзаларын алдыңғылары мен иықтарына асып ілгері жұмтылып шабуылға шыққанда бейне бір өткір тікенекке жылжымалы қорғаған сияқты. Мұндай күшті айбатты сапқа кеуделерін тері мен қылдан тоқыған сауытпен ғана қорғаған қысқа найза шолақ нақпен ғана қаруланып жеке әрекет жасаған сақ сарбаздар не істей алады? Тамир мен Сотрактың кеңестері бойынша олар екіге айырылып төбелерге шауып шығады да екіндерін бәсеңдетіп кейін бұрылып сол бойда македондықтарға жебе жаудырып өтеді. Сәнді явандардың мыс кеуделері мен дулығаларының тиген жебелері кейін серпіліп сынып жатыр. Дегенмен олардың біраздары ауыр жараланып жұп жазбай келе жатқан сап әр жеріне сетіней бастады. Салт аттылардың арасында жайдақ сәйгүліктер шауып шығып македондықтардың легінің соңына қалып барады. Атты әскердің тегеуріні соққылар мен жаяу саптың үйі жыққандай екпіні бұрын-соңды кездескен жау қолын қай-қайсысына быт-шыт етіп жаншып жіберетін. Македондықтарды скифтердің сузып бола түспеуі кереметтей ызаландырды. Қарсы келгендердің барлығы үрей әкел дағдыланған, әлде осы жұрттарын жазбай жұдырықтай түйілген македондықтар қорқу дегенді білмейтін, бас имейтін кезеңген жауға тап болып қайткенде де скифтерді қуып жеткісі келіп өздерінің тас түйін ұстағанмен олардың саптарында әлдеқандай бір әбігер байқалады. Иен-далаларын бағындырысы келіп өсеуреген явандардың қоян-қолтық шайқасқа шыққылары келген скиф баһадүрлері қаһарларына мініп шыдамсыздана бұлқынады. Кейін алаулаған от басына зағип жырау мадақ жырларын айтатындай осы ұрыста өшпес даңққа бөлінгілері келген ажалға бас байлағандар жебедей зулап неге майданға шықпайды? Міне македондықтардың екі легі ілгері ұмтылды. Әйелдер мен балалар, кемпір-шалдар, сарбаздардың семьялары бар сақ лагерлеріне қарай өңмеңдеп келе жатқан оларды алға жіберуге бола ма? Македондықтардың үшінші легі де екпінді қатты селдей лап қойды. Алдарында қорсанған болаттары күн сәулесіне жарқ-жұрқ еткен бірнеше салт атты ерекше көзге түседі.
жартастың тасасынан құстай ұшатын жасақты бақылап тұрған Будакен айқасқа асыққан жас батырлардың әзер тоқтатуда. Ертерек әлі сақтардың басын кеміргісі келген нағыз қорқау көзімен түсін. Оның қырағы қыран көздері македондықтардың сапы арасында қыр мұрын тік маңдай қабақтарын қарс түйіп езуіңді ашық мысқылды күлкі үйірілген сұп-сұр жүзді көрді. Күміс дулығасының басында құтанның қанаттары желбіреп ұзын найзаны басынан жоғары көтеріп келе жатыр. Улалла деп күркіреп қазақтардың ұранын шақырды Будакен. Ауыр қысқа қиындарын суырып алған ажалға бас тікендер дүрс етіп сұмдық шапшаңдықпен ала қарай ағыза жөнелді. Алла-құла жирен бардан түсті. Сақ тұлпарлары кеуделерімен кимелеп аш бөрідей бүйірден тиіп македондықтардың сапын селдіретіп жіберді. Ұзын найзаларын тастай салған македондықтар құйын сияқты тап болған батыл скифтермен семсерлесіп қолма-қол айқасқа кіріп кетті. Ысқырған темір күресінен басын асыра шыр айналдырған Будакен кесілген шайқастың ең қызған тұсына ене түсті. Алыстан болат құла киген әдемі жүзді көріп көздері алақтап, соның жанынан ұлы сколотты іздестірді. Жолындағы бірнеше македондықтарды ат-матымен омақастырып кетті. Тақымындағы адуын айғыр жаралы аю сияқты ақырып жақындаларда жайпап келе жатқан скифтен тырақай қашқан жауынгерлердің сапын киіп жарып үстіндегі адамның қаһарын сезгендей алға қарай өршелене ұмтылады. Осы мезет жақын. Қазір оның атын аударып тұлпарларын тұяғымен жаттайды. Бірақ оның таңдаулы күзетшілері жан-жағын жайпап Азияның патшасына жақындап қалған құтырынған скифті бірден байқады. Алып денелі Нубиялық зәңгі қапталынан келді де оның көздеп әулеті қолдарын найза серпіді. Сауыттан тайып барып бура сандарын біздей ұшымен іліп өткен найза жирен айғырдың жонына барып кіріш қадалды. Басынан асып домалап түскен атымен бірге Будакенде жерге құлады. Сатыр-сұтыр еткен болат тұяқтар үстінен өтіп жатыр. Ең соңғы рет көзін ашқанда байқағаны кедейдің ала аты болды. Жарқ еткен найза жауырындағы қара зәңгіні шаншып өтіп көрсеткізіп домалатқан кезде баһадүрдің де көздері жұмылып қараңғы түнекке шымбатты. Александрдың таңдаулы жауынгерлері скифтердің бетін патшалардың падишасының әрең дегенде қайтарды. Оның атын тізгініне жезге алып жымдаса қоршап майдан даласының әрең дегенде сатылып шықты да кейінге өзен жағасына қарай шаба жөнелісті. Александр қайыққа әрең жетті. Осы жерде бір әфефке жартастың басына шығып скифтердің қимылын қандай әрекетке көшкенін бақылауды тапсырды. Жусан бұталарының арасында жасырынған оны күзетшілер сулықтарын жайып қалқалап тұрды. Жиһангердің іші өтті. Емшені тезірек жеткізіңдер. Скифтер қайда? Скифтер тағы да жақындап келеді деп айқайлады жартастың басында тұрған әфеф. Көздерінің айналасы көгеріп, жүзі қуарып кеткен Александр күзетшілердің сүйемелдеуімен қайыққа жетті. Жанталаса қимылдаған есекшілер қарсы жағалауға асықты. Сырттарынан Александрдың күшті қолы бар деп сенген македондықтардың алдыңғы лектері үрдіс шабуылға көшіп өршеленіп өңдеп оқтаусыз алға ұмтыла берді. Жеңілу дегенді білмейтін скифтерді тас-талқан еткендіктері үшін алатын сыйлары көздерін қарауыттырған. Олар тарағдай шашылған топтардың соңынан өкшелеп түскенмен соққылары да суға сілтеген семсер сияқты еді. Скифтердің кереметтей шапшаңдықпен жаяу жауынгерлері мен македон этелларының атты ауыр легін ұзап кеткендіктері сонша соңдарынан ұзыннан ұзақ шұбатылған явандарға бүйірінен тиюге қолады. Межелі жерден де өтіп кетті. Алдарынан жан ұшыра өкірген дауыстар естілді. Шатқалға кіретін жолдың бойы түгелдей бала-шаға, кемпір-шал, әйелдері толы арбалармен қоршалып тасталған екен. Отлаулап байлаулы тұрған үріккен түйелер мен өкіздер ноталарын жолға тартады. Арбалардың үстіне отырған көзі әбден қарайған сақ әйелдері жылаған сәбилерін қолдарына көтеріп жұбатысады. Өздерің ертерек өлтіріңдер, жауға масқаралатпаңдар. Өздерің сарбазсыңдар ма? Астарың ауған жаққа қашып бара жатқандарың қалай? Арық ат мінген бесігін ерінің алдына өңгерген бір әйел сарбаздармен қатарласа берді. Найзаларды бізге беріңдер, жаумен өздеріміз шайқасамыз, майданда өлеміз. Жалпақ белбеумен мойны асқан бесігі шайқалтаған әйел астындағы атын қамшылап тым-тырақай қашқан скифтердің жолын кес-кестеп өй береді.
аттарын аяқтарын соғып сындырып алатын ауыр арбалардан македондықтар алыстан көрді. әскербасылар дауыстап бұйрық бергенде кереметті тәртіпке үйренген олар сондай шапшаңдықпен қайта сатып деп бұрылды да жұптарын жазбауға тырысып кейін қарай жөңкіле жегінді. ірі қабанды қуған жеңіл ұшқыр тазылар сияқты шегініп бара жатқан македондықтардың атты әскерін айналшықты іліп тартқан скиптер жауда біраз шығынға ұшыратты. бірте-бірте екпіндерін бәсеңдеткен македондықтар жолай кездескен жаралыларын жинап әлсіреген скиптерді өлтіріп бұрынғы жүріп өткен іздерімен өзен жағасына оралды. жаңа соққыға әзірленген скиптердің тегеурінді дүлей болатын. қазір Гелонның қолы македондықтарға тұтқиылын тиісіп қайықтары мен салдары байланған арқандарды кезіп суға ағызып жібереді де сосын скиптер күллі азияны тітіреткен қос мүйізді бір жолы құртады. бірақ жасаған бастаған Гелоны көрген жоқ. бытырай гөшелеген скиптердің тегеурінді тосқауыл берген македондықтар өткелге еш кедергісіз жақындағанда сырттарынан көмек те жетті. жыландай иреңдеген садақшылар мен сапаншылар тобы олардың соңдарынан қолма-қол ұрысқа дайындалып қола қалғандарын жамылып мыс дулығалар жарқылдап шеп түзеп асығыс келе жатқан жаяу жауынгерлері көрінді. явандар шегініп өз жағалауларына қарай асығыс өте бастады. соңғы салдар тастақ жағалауда жылжығанша скиптердің бетін қайтарған серпігіш сақпандардың атылған тастары мен жебелері бергі жағалауға жаңбырдай жауып тұрды.